Құрметті менің каналым оқырмандары, сіздерге бүгін шектеусіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруды үйрететін боламын. Ол үшін алдымен 1 бөлінген 9, ол бізде 0 периодта 1 болады. 1 бөлінген 99, ол 0 периодта 0,1 болады екен. Келесі 1 бөлінген 999, бұл бізде 0 периодта 0,01 болады екен. Осы 3 формула барлық есептерде қолданылады. Енді бірінші мысал 0 периодта 7, осыны біз қалай жай бөлшекке айналдырамыз. Ол үшін біз мына берілген ондық бөлшекті түрлендіреміз. Көбейтілген 7 деп жазуға болады. Яғни осыны қайтадан көбейтетін болсақ, яғни осы 0 периодта 1-ді 7-ге көбейтетін болсақ, 0 периодта 7 шығады. Енді 0 периодта 1 дегеннің орнына 9-дан 1-ді жазамыз. 9-дан 1 көбейту 7. Кез келген бүтін санның бөлімінде 1 бар. Алымына бөліміне көбейтеміз. Сонымен 9-да 7 болды. Екінші есеп 0 периодта 13 тең болады. 0 периодта 0,1 көбейтілген 13 деп жазамыз. Яғни 0 периодта 0,1 дегеннің орнына 1 бөлінген 99 деп жазамыз. Көбейтілген 13, кез келген бүтін санның астында 1 деген сан бар. Алымына бөліміне көбейтеміз. Сол кезде 99-да 13 деген сан шығады екен. Келесі үшінші мысал 0 периодта 417 болса, онда оны бірден автоматтым жаза салайық. 1 бөлінген 999 көбейтілген 417, алымына көбейтеміз. 417 999. Келесі есеп төртінші мысал 2 периодта 45. Бұны қалай табамыз? 2 қосылған 0 бізде 0 45 болады. Периодта 45 болады. Қайтадан екеуін қосатын болсам, алдындағы тұрған сан шығады. Енді 2 қосу, енді бірден жаза салайық. 45 алымына шығады, бөліміне бізде қанша болады? 99 болады. Өйткені жақшаның ішінде 2 сан болғандықтан 99 болады. Бұл қысқаратын бөлшек, алымында бөлімінде 5-ке қысқартайық. Сол кезде 2 қосу 45 бөлінген 99 шықты. Енді алымында бөлімінде 9-ға бөлейік. Сол кезде 45-ті 9-ға бөлетін болсақ 5 болады. 99-ды 9-ға бөлетін болсақ 11 болады екен. Енді айналдырайық. Бөлшектің бөлімі 11, көбейтіп қосамыз. Сол кезде бізде көбейтеміз, қосамыз. Сол кезде бізде 27 болады екен. 27-ні 11-ге бөлетін болсақ, онда бізде 2 45 деген жауап шығатын болады. Бесінші мысал 2 оннан 1 периодта 3. Оны 2 бірден бөлшек жазамыз. Бөлшектің
бөліміне жақшаның ішінде бір ғана сан болатын болса, онда 9-ды жазамыз. 9. Енді бүтін сан мен периодтың ортасында қанша сан болса, сонша 0 тіркейміз. Енді мына жерде 13 деп аламыз алымын. Яғни бұл жердегі бүтін мен периодтың арасында тұрған сан 1, азайту 1 дейміз. Тең 2,90-нан 12 болады. Алымында бөлімінде 3-ке қысқартамыз. 2,4 бөлімі 30 болады. Тағы да 2-ге қысқартайық. 2,15-те 2. Енді осы санды айналдырайық. 15 көбейтемін, қосамын. 32 болады екен. 32-ні 15-ке бөлетін болсақ, онда 2,3 деген сандар шығатын болады. Келесі 6-шы мысал. 0,115 периодта 4. Бірден бөлшек сызығын сызамыз. Бөлшектің бөліміне жақшаның ішінде қанша сан болса, сонша 9-ды салады екенбіз. Яғни бізде 1 9-ды саламыз. Енді бүтін мен жақшаның ортасында, яғни периодтың ортасында 2 цифр болғандықтан 9-ның артына 2 0 тіркейміз. Енді жоғарыдағыдай 154-тен 15-ті аламыз. 154-тен 15-ті аламыз. Сол кезде бұның жауабы шығады. 900 алымы 139. Енді соңғы мысал, 7-ші мысал. 25,2 периодта 31 тең болады 25. Ал енді бөлшектің бөліміне кеттік. Ішінде 2 цифр болғандықтан 99 болады. Олына жоғарыда көрсетіліп тұрған. Яғни бөлшектің жақшаның ішінде 2 сан болатын болса, бөлшектің бөлімінде 99 болады. Енді бүтін сан мен периодтың ортасында бір ғана цифр болғандықтан ортасына 0 түседі. Енді 231-ден 2-ні аламыз. 2-ні аламыз. 25,990 229. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.